Екінші мысал айтайын сізге. Қайсы бір жылы мен теледидардан Қазақ ТВ деген телеарнадан болса керек бір деректі фильмді көріп жатырмын. Мұрат Әуезов жайында деректі фильм жүріп жатыр. Атақты Мұхтар Әуезовтің ұлы Мұрат Әуезов дипломат жайында. Сонда ол кісі өзінің қызы туралы әңгіме айтып қалды. Ұмытпасам, аты Зияда болса керек. Сол жаңағы Ленинград кеңестік кезеңде Ленинградтағы лингвистикалық университетте оқыды, араб тілінің маманы болды. Сөйтіп сол жерде бір европалық жігітпен, Нидерланды болса керек, сол европалық бір жігітпен танысты. Сонымен мені күйеу баламен таныстырғысы кеп айта бастады дейді қызым. Әке, осындай бір жігітпен таныстым, жақсы жігіт деп айта бастады дейді. Сосын мен жақсы, енді ұнатқан болсаң, бәрі реттеліп тұрған болса, біз танысуға кетер емеспіз, бізге келсін. Бірақ деп айттым дейді. Ол жігіт біле ма, қандай әулеттің қызына көңіл бұрып жатқанын деп айттым дейді. Ондағы менді Мұхтар Әуезов, ар жағында Әуез атамыз, анау қожалардың тарихы шежіресі жатыр. Сөйтіп білет деп айтты дейді. Ондай болса, жауапкершілік сезіну үшін оған айтып қой. Бізбен танысуға келгенде өзінің ата-бабасы жайында да дерек жинап келсін. Мен естігім келеді, кіммен құда болайын деп жатқанымды деп айттым дейді. Сонымен айтулы күн келді. Жаңағы менің қызымның қолын сұраған күйеу баламыз европалық үйге келді дейді. Бұл теледидарда болса керек, архивте. Бірақ мені қатты ойландырған әңгіме болды сонда. Сол келді дейді. Келгенден кейін әңгіме, таныстық, білістік, ас жедік. Содан кейін барып сұрадым дейді. Сен біздің әулет жайында естідің ғой? Иә, естідім. Біз деген енді осындай Мұрат Әуезов, дипломат, академик. Атамыз атақты жазушы, Қазақстан Мұхтар Әуезов Абайды жазған. Ар жағында Әуез атамыз Құнанбайлармен сыйласқан. Иә. Енді өзіңнің ата-бабаң жайында деп сөмкесі бар екен, ашты дейді. Ішінен дәу пакет алды дейді, папка. Папканың ішіне алып, кәдімгі тарихтың есі шығып тұрған бір қағаздарды алды дейді. Сөйтті да әкесі, әкесінің әкесі, атасы, атасының атасы, бабасы, 7 атасының кім болғаны жайында құжатпен бекітілген, пешат қойылған, архивтен түгенделген дүние қолында отыр екен дейді. Біз енді Әуез атамыздың мысалға кім болған фотосы болмауы мүмкін да. Сонда ана европалықтармен ойнауға болмайды екен дейді. Бұлардың тұрақтылығынан, бұлардың тарихынан, соңғы ғасыр олардың дәуірлегенінен, бұлар жөн жосық деген, жөн жоба, құжат жинау, өзінің жөнін біліп жүру, орнын біліп жүру, кім екенін құжатпен бекітіп жүру деген нәрсеге келген кезде біздің өзіміз ұялып қалдық.